Сәлем достар, бірге ең дәмді әрі ерекше крем-чиз қосылған красный бархат печеньелерін дайындайық. Ең алдымен печеньелердің салмасын дайындайық. Ол үшін сүзбелі ірімшікке қант ұнтағы мен сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін салманы пергаменттің үстіне осылайша қасықпен бөліктерге бөліп орналастырамыз. Қамырымыз дайын болғанша салманы мұздатқышқа қоямыз. Ал енді печеньенің қамырын дайындайық. Ол үшін сары майға қантты, ванильді қантты салып, миксермен 1 минуттай араластырамыз. Кейін бір жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Печеньенің қызыл болғанын қаласаңыз, 1 шай қасық бояғышты қосыңыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді бөлек тұста дайындап алайық. Ол үшін ұнға ас содасын, какаоны және шымшым тұзды қосып араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді негізгі массамызға қосып араластырамыз. Қамырды 30 минутқа тоңазытқышқа қойыңыз. Енді қамырды тоңазытқыштан салманы мұздатқыштан шығарып, печеньелерімізді дайындайық. 1 ас қасық қамырды алып, видеода көрсетілгендей арасына салманы салып, печеньелерімізді дайындаймыз. Енді печеньелерді 180 градуста 10 минут пісіреміз. Бұл шынымен де ең нәзік, тәтті, ерекше печеньелердің бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке. Ас болсын!